Баршаңызға сәлем. Бүгін сүзбе қосып жасалатын тәп-тәтті печеньелер пісіреміз. Бірінші сүзбе мен бөлме температурасындағы сары майды езіп араластырып аламыз. Сосын ұнды аз-аздан қосып араластырып, қолға жабыспайтын қамыр елейміз. Тоңазытқышқа 10 минутқа қоямыз. Енді қамырымызды жұқалап жаямыз. Осындай дөңгелек стаканмен кесіп аламыз. Шекерге ванилин қосып араластырып, қамырымыздың бір бетін шекерге батырып, ортасынан бүктеп, тағы бір бетін шекерге видеода көрсеткенде батырып аламыз. Пергамент қағазы төселген табаға салып, 180 градуста қызып тұрған пеште 10-15 минутта пісіріп аламыз. Сүзбелі печеньелеріміз дайын, суылған соң жеуге ұсынсаңыздар болады. Өте дәмді және жасалуы да оп-оңай. Осы рецептімен жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Айнура. Рецептілерім ұнаса, каналыма тіркеліп, видеоларыма лайк басып, пікір қалдырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.